Қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге 15 минутта дайын болатын өте керемет әрі дәмді печенье жасап көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, әрі ерекше дәмді печеньеді ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Егер де арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керекті зат ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Осы видеоның астына описание бөліміне граммдарын, мөлшерлерін толық жазып кететін боламын. Сол жерден қарап жасап көруіңізге болады. Содан соң құмшекерімізді саламыз. Құмшекерімізді салып болғаннан кейін венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі массаға келгенше жақсылап араластыра отырыңыздар. Жақсылап араласып, бір келкі массаға келді. Енді осының үстіне ерітілген сармайымызды саламыз. Сармайдың пайыздылығы менде 82,5% сармай. Содан соң тағы да 1-2 минут аралығында осылай араластыратын боламыз. Ал ендігі кезекте бізге ұн қажет болады. Ұнымызды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп аламыз. Содан соң 2 шай қасық раздихитель, яғни қопсытқышымызды салып, осы ұнның ішінде араластырып алатын боламыз. Содан соң жаңағы массамызға бірден барлық ұнды салып жібермей 2-3 бөлікке салып, осылай күрекшенің көмегімен араластырып алатын боламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай өте жұмсақ, сондай нәзік қамыр болып шығуы керек. Күрекшемен араластырып алдық. Енді қолымыздың көмегімен осылай ұн жетпесе тағы да үстінен ұн салып, жақсылап қамырымызды қолға жабыспайтындай етіп, жұмсақ қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей осымен біздің жұмсақ нәзік қамырымыз дайын болып шықты. Дайын болған қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз, және де 1 бөлігінің үстіне ұнымызды себе отыра жақсылап жайып алатын боламыз, яғни дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Біздің қамырымыз сондай нәзік, жұмсақ болып шыққандықтан үстіне міндетті түрде азырақ осылай ұнымызды себе отыра оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің арнамнан тәттілерден бөлек ыстық тағамдардың, сонымен қатар салат түрлерін, кез келген тәттілердің рецепторлерін таба аласыздар. Арнаны жоғалтып алмасы үшін міндетті түрде тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей біз қамырымызды дөңгелек етіп жайып алдық. Енді бізге печеньенің формасын шығару керек. Ол үшін мен осындай арнайы құрылғы, яғни жүрек формасындағы құрылғыны пайдаландым. Әрине өздеріңіздің үйлеріңізде бар заттармен кез келген пішінде форманы шығарып алсаңыздар болады. Мінекей біз жүрек формасын шығарып алдық печеньеміздің. Енді осының үстіне құмшекерімізді салып шығатын боламыз. Бұл әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құмшекердің орнына күнжітпен алмастырсаңыздар өте дәмді керемет болып шығатыны сөзсіз. Алдын ала пешімізді 160 градуста қыздырып дайындап қоятын боламыз. Дайын болған печеньемізді противенге астына пергамент қағазын төсеп орналастырып алатын боламыз. 160 градуста 20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.